Біргеміз білім жалпыұлттық жобасы Түркістан облысында. Бүгінгі қоғам мейірім мен қамқорлыққа, өзара келісімге мұқтаж. Бұл жауапкершілікті баршамыз сезінуге тиіспіз. Алдымызда алынбайтын қамал, орындалмас арман жоқ. Өйткені біз біргеміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл волонтер жылы деп жарияланды. Волонтер жылы аясында ел азаматтарын ортақ мүдде мен игі мақсаттарға жету жолында бірге қызмет етуге шақырған біргеміз саулық, біргеміз таза әлем, біргеміз қамқор, біргеміз үміт, біргеміз сабақтастық, біргеміз асыл мұра және біргеміз білім атты жалпыұлттық жобалар жүзеге асырылуда. Аталмыш жобалар Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен, азаматтық бастамаларды қолдау орталығы коммерциялық емес акционерлік қоғамның мемлекеттік грант аясында ұйымдастырылады. Бүкіл ел көлемінде ұйымдастырылып жатқан жалпыұлттық жобаның біргеміз білім бағыты оқушылардың білім білігін арттыруды көздейді. Біргеміз білім жалпыұлттық жобасының мақсаты ауылдық жерлердегі орта мектептердің жоғары сынып оқушыларына ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық, ағылшын тілін үйрену, компьютерлік және құқықтық сауаттылық, пәндік олимпиадалар мен ғылыми жобаға дайындық бойынша волонтерлық көмек көрсету. Жобада арнайы іріктелген 100 волонтер ауылдық жерлердегі орта мектептердің кемінде 1000 оқушысына жоғарыда аталған бағыттар бойынша тегін білім беру қызметтерін көрсетеді. Түркістан облысы бойынша біргеміз білім жалпыұлттық жобасында мұғалімдер мен ғалымдар, студенттер мен магистрлерден құралған өз саласының тәжірибелі мамандары волонтерлық қызметпен айналысуда. Ауыл жастарына сапалы білім беруге белсене кіріскен волонтерлар арнайы дайындық курсынан өтіп сертификатталды. Оларды іріктеу эксперттік кеңестің талаптарына сай жүргізілді. Волонтерлық қызметтің сапалы атқарылуын бақылап, ауыл жастарына көмек беруге бағытталған жоба жан-жақты қолдау көрсететін эксперттік кеңес қоғам белсенділері, жоғарғы оқу орындарының ғалымдары, мектеп директорлары және облыстық білім басқармасының білікті мамандарынан құралған. Түркістан облыстық адами әлеуеті даму басқармасы, Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығы және Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Мұхтар Әуезов атындағы оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті және Силхвей халықаралық университеті біргеміз білім жалпыұлттық жобасын қолдау мақсатында игі бастамаға өз мамандарын жұмылдыруда. Ел болашағына бей-жай қарамайтын отанымыздың патриоттары біргеміз білім жалпыұлттық жобасы аясында нағыз жауапкершілік пен жанашырлықтың үлгісін көрсетуде. Ауыл жастары бұл жобаның арқасында бүгінгі заманның білім бәйгесінен озып шығуға мүмкіндік алып отыр. Береке мен бірлігімізді арттыруға баршамыз бірге атсалысайық. Біз біргеміз. Түркістан облысы бойынша жобаны жүзеге асырушы Ахмет Байтұрсынұлы білім академиясы мекемесі.